أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Алла қаласа бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Я Раббым, тек қана өзіңнің разылығың үшін Құран әріптерін үйренуге, оқуға ниет еттім. Раббым, өзіңнің жеңілдігіңді, жеңісіңді, мейірім махаббатыңды біздерге төге көр. Бүгін бұл адамзатты қараңғылықтан нұрға шығаруың үшін түсірілген кітап Ибрахим сүресінің 1-ші аятында жазылған. Жалпы сә және сот әріптерін өтеміз. Біз өткен сабақта сә және син және шин әріптерімен таныстық. Сол жерде сә әріпі с деген дыбысты берілді. Жалпы араб тілінде 3 түрлі с дыбысы бар. Сол әріптермен бүгін танысамыз. Бүгін екі тілдің ортасына шығарылып сақау дыбысталатын әріп ол жіңішке с дыбысымен, яғни сақау с-мен танысамыз. Хәмс сифаты бар. Ол әріп не дейді? Ауа шығады дейді. Еріндеріңіздің алдына қолдарыңызды қойыңыздар. Әс дегенде еріндеріңізден, ауыздарыңыздан ауа үрленіп шығу керек. Кішкене ғана, жіңішке әріп. Біз өткен сабақтарда бә әріпімен танысып едік. Бә әріпіне қатты ұқсайтын, бірақ дыбысталуы бөлек болған әріп бізде тә әріпі. Және тә әріпімен танысып едік. 3 әріпте бір-біріне өте қатты ұқсайды, тек қана нүктесінде айырмашылығы бар. Бә, тә, енді бұл әріп сә, сақау с, мынау т, мынау б, Енді сөз жазылу үлгілеріне назар аударыңыздар. Сөз басында жазылу үлгісі, сөз ортасында жазылу үлгісі, сөз соңында жазылу үлгісі. Сіздер бұл әріпті шатастыруларыңыз мүмкін. Егерде мынадай 3 түрлі сызығы болып, және жоғары жағында 3 нүктесі болса, онда бұл ш әріпі. Егерде тек қана жоғары жағында бір ғана сызығы болып, жоғары жағында 3 нүктесі болса, онда сақау с әріпі. Сөздерді оқимыз. Сәсису, бәс, сибі. Келесі сөз сәм, син, сәмәр, сәмән, сәуру, сәубу, сәйбу, мислу, муслу, мәсәлу, кәусәр, әкбәро, әксәро, юксиру, әсбәтә, юсбиту, истәксәро, ястәксиру, истәсқалә, ястәсқилу. Енді мұқият назар аударыңыздар. Бұл жерде ең соңғы сөз жазамыз. Ол жерде бізде екі түрлі с келіп тұр. Соның дыбысталуын ажыратамыз. Yes, с. Ястәсқилу ма? Қилу, енді сақаусы келіп тұр. С. Ястәсқилу. Қилу. Ястәсқилу. Енді сод әріппен танысамыз. Бұл әріпте қазақ тілінде жоқ әріп, жуан с дыбысын береді. Тіліміздің артқы, алдыңғы жағының барлығы көтерілу арқылы дыбысталады. Және жуан әріп. Әс, истиғала,
және бұл әріптің дыбысы ұзақ дыбысталады, және сафир деген сифаты бар ысылдау арқылы шығатын әріп. Әс, сум, сиф, фәс, сороф, соберу, бәсор, қособе, нәсоро, янсуру, истәбсоро, естәбсиру. Енді жазылу үлгісіне мұқият назар аударыңыздар. Бұл әріп китке ұқсайды, бас жағы. Өте сүйкімді әріп. Жазылған кезде осылай алып келеміз. Астыңғы жаққа түсеміз, қайтарамыз. Сод әріпі. Бұл әріпке өте қатты ұқсайтын, бірақ тек қана нүктесімен айырмашылығы бар әріптер бар. Алла қаласа келесі дәрістерде өтеміз. Сод әріпін қайта жазамыз. Қараңыздар. Басы алынады, қайтарылады. Сод әріпі сызықтың үстіңгі және астыңғы жағына өтеді. Жазылу үлгісі. Сөз басында жазылу үлгісі. Өзінен алдында, өзінен кейін де әріп жалғайды. Сөз ортасында жазылу үлгісі. Және сөз соңында жазылу үлгісі. Өзінің қайта қалпына келеді. Со, си, су. Бұл әріп өте жуан әріпке жатады. Өте жуан әріптің ең алғашқысымен танысып жатырмыз. Өте жуан әріпке жатады. Со. Енді сод және син әріптерінің дыбысталуын салыстырамыз. Ең астыңғы жағындағы сөздерге мұқият назар аударыңыздар. Сәфәр, сәфәро, софәро, сейфу, сойфу, интәсәбә, интәсәбә. Келесі бетті ашамыз. Сөздерді міндетті түрде 33 реттен қайталап оқып, сөздерді дәптерлеріңізге көшіріп жазыңыздар. Құранды шын мәнінде біз түсірдік және біз оны қорғаушымыз деп Әл-Хиджр сүресінің 9 аятында мәлімдегендей, әріптердің жазылу үлгісін толығымен жазып, жуан жіңішкелігін өз-өздеріңізді бағалап, махраждарын толығымен жазыңыздар. Пайдалы білім болсын. Алла барлығымыздан разы болсын. Жасап жатқан әрбір амалдарыңызды мол сауаппен еселеп қойсын. Пайдалы білім болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.